Қайырлы күн. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы гидропоника жайлы айтылмақ. Жалпы гидропоника дегеніміз өсімдіктерді топырақсыз жасанды өсіру әдісі. Бұл бастаманы мекеме басшысы Жұмақсанов Ролан Аспандияровичтің бастамасымен іске асырылып жасалынды. Бұл істі бастағаннан бері біраз кедергілер мен көптеген ізденісті талап етті. Жалпы бұл жем өсіру әдісі Қазақстанда біраз жылдардан бері пайдаланылуда. Ал біздің Абай ауданы Қарауыл ауылында бірінші бастама. Себебі қазіргі уақытта мал санының артуына байланысты, біраз жердің ескіруіне байланысты осы жұмысты бастады. Бұл шөптің пайдасы өте көп. Айтар болсам, көк шөп барлық жерде өсе бермейді. Және қысқы уақытта өздеріңіз білетіндей көк шөп бола бермейді. Осыны жеген мал қысы жазы көк шөп жеп тұрса, айтпасақ та түсінікті. Бұл жерде ыдысты қойып, қондырғыны орнатсаң болды. Өзінен өзі өсе береді деген емес. Өседі, әрине, бірақ көк шөптің құрамында хлорофилден басқа ештеңе болмау мүмкін. Бірақ бізге белоктар, протеиндер және адам бастап 12-ге дейін бүкіл витаминдер болу үшін бұның технологиялық процесін сақтау өте қажет. Бұнда адам денсаулығына зиян заттар болуы мүмкін. Яғни, ол ультракүлгін сәулелер. Адамның көзіне зиян келмейтіндей осындай жарықтар орнатылу керек. Бұл жұмыспен ер адамдар ғана емес, әйел адамдар мен мүгедек жандарда айналыса беруге мүмкіндік бар. Жалпы тағы да айтатын болсақ, жалпы осы гидропоника айналысатын бір адам бекітілген, ол күнделікті өз жұмысын жасап отырады. Тағы да айтатын нәрсе, көріп тұрғандай, бірінші қатардағы поддон, 8 поддон бірінші күндік, екінші күндік, үшінші, төртінші күндік және 5, 6, 7 күндік болып бөлінеді. Бұнда малға берген кезде, яғни көк шөбі қана емес, бұнда жақсы ең пайдалы жері тамыры. Көріп тұрғандарыңыздай тамыры өте құнарлы. Бұнда көптеген витаминдердің бәрі осы жерде. Тағы да айтар болсақ, алдарыңызда көріп тұрғандай 8 поддон орналасқан. Осы 8 поддонға жалпы 9 килограмм мөлшерінде арпа салынады. Әр поддонға бірде 200 килограммдай арпа салынады. Жалпы осы 8 поддон 7 күннің ішінде 40-45 килограммдай бізге өнім береді. Бізде осы арпады екпес бұрын әртүрлі этаптардан өткіземіз. Алдарыңызда көріп тұрғандай, бұл арпаны жуу әдістерінің бірі. Осымен біздің не айтқымыз келді? Осындай жаңа технологияларды фермерлер пайдаланатын болса, ауыл шаруашылығы дамитыны сөзсіз.